Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қазір офистамын. Бір шұғыл хабарландыру бар. Негізі мені Instagram желісінде көбісі біледі да, блогер, пранкер, футболист, боец, қосылайықта болғанымды біледі. И бір жағынан да бір халық енді анасын емдетіп жатқан баласы ретінде таниды. И содан кейін 2 жыл болды маманы емдетіп жатқанымызға. Қазір Индияда көп дайректте андай сообщение келеді. Біздің де құдамыз ауырып қалып еді, біздің де ініміз, бауырымыз, анам да ауырып қалып еді. Қандай көмек бар, Индияға емдетейін деп едік, сенің стористарыңды қараймыз, жолдарын қалай виза алады, қандай врачтармен сөйлеседі. Соның барлығы сол туралы айтқым келіп отыр. Негізі жолдарын қалай, не істеуге болады деген. Аслында бізге де оңай болмады. Мен диагнозды білмедім, мама айтпады, жасырды. Енді ана жүрегі деген баланы жылатқысы келмейді, не істегісі келмейді. Білгеннен кейін бізде енді білмейсің қаяқта емдету керек. Корея деп айтты, Өзбекстан деп айтты, біраз жерлерді айтты да. И былай Инстаграм барлығын ақтарып шығып, Индияны шешім қабылдадық. Индия дегенде білмедік та, қалай бару керек, қандай, вообще ешкім таныс болмады. И сол жақта ем алып жатқан Есет деген бауырым бар. Сол анасын емдетіп жатыр екен, барлық информацияны біліп, біздер ештеңеге қарамай жолға шықтық. Әуелі алып, кейін халық көмектесті, жатпай тұрмай. Сосын емделіп жатқан барысында көп жазып кетті. Қалай баруға болады? Енді мен Инстаграмда көп активны болмаймын, дайрект оқымай қалам. Әркімге енді маманың номерін берем ғой. Осылай түсіндіреді. Ол жалпыламай енді көп сұрап кеткеннен кейін мен осыны түсіруді шешім қабылдап отырмын. Ақтөбе қаласында, яғни Қазақстанда нәтиже дұрыс болмағасын Индияға бардық. Ол жақта бізді күтіп алды. Анку Раджив деген, Ашиш деген врачтар. Үндіс, бірақ та орысша біледі. Аудармашылар ғой. Күтіп алып, Фотис клиникасына апарды, барлық диагнозы қойылып, 4-ші стадиямен бардық, қателеспесем, тоқшектің қатерлі ісігі. Көп енді адамдар келіп жатқан. Сол жақта енді ем алып жатқан қазақтармен таныстық. Сол жақта білдік. Мен енді 4 ай ма сол жақта жүрдім маманың қасына. Кейін енді шаруа жасау керек, ақша табу керек деп кетіп қалдым. Бірақ анашым сонда ем алып жатыр. Лечение өте жақсы. Сіздерге гарантия берем. Енді бұл ауру адамның өзіне байланысты. Ауырдым жата берсе бұл емделмейді. Адамға өмірге деген құштарлығы өте жақсы болу керек. Всегда маманың позитивте, историяны көріп жатқан, күшті настроениесін көтеріп, сөйтіп 2 жыл көзді аш жұмғанша өтіп кетіпті, өзімізде байқамай қалдық. Так вот, көзім жасарып кетті. Мама айтады, енді кезінде қазақ елі маған көмектесті ғой, осындай қиын сәтте. Қазақтар енді әркімге тамшылатып номеріңді бергеннен гөрі Инстаграмға осылай сал. Қорықпасын, келсін, мен жақта күтіп алам, жататын жеріне орналастырам. Сосын андайлар болды, Атырау жақтан, Құлсары жақтан көбінесе я индийский білмейді, я ағылшынша білмейді, орысша да білмейді. Сол жағынан тілден де көмектесем дейді, қастарында жүріп, қалай, не, барлығын көрсетем жолдарын, еш қысылмасын, диагнозын жіберсін маған, мен оларға врачтарға көрсетем, қалай болады екен деп. Сол жағын не істеп отыр да, қолға алғысы келіп отыр. Бір жағынан да ішіп пысып жүргенде шығар, қазақтар енді қазаққа кейде жанашыр болу керек қой. Ол жақта қателеспесем 15 па бір қазақтай бар. Соны айтып отыр. Қазір номерін барлығын тастап, толық информацияны мамадан аласыздар. Сосын уайымдамаңыз, ешқандай услуга алмайды біздің мама. Білесіздер ғой, қандай мейірімді, қолы ашық адам екен. Шынымен келіп емделсін деген ниетте ғой. Номерін қалдырып кетем, 24-те 7 жауап береді. Бір жағынан да енді мама ойнап жүрген жоқ, ем алып жатыр, мазалап, көп сұрақтың да қажеті жоқ. Нақты өзінің сұрақтарыңызды қойып, диагноздарын жіберіп, фотосын жіберіп, әрі қарай врачтарға жібереді. Сол жақтан күтіп алады, қасына орналастырады, қандай тамақ әкелу керек, не әкелу керек, қандай киім әкелу керек, қандай болады ғой, енді әйел адамдар болғасын, ер адамдар болғасын, жаңағы қажеттіліктердің барлығын айтады. Шығыңыздар, қорықпаңыздар, ұялмаңыздар, мама жауап береді өзі. Енді сол пайдамыз тиісін деген ба, қазақ еліне көп рахмет етемін, Алла разы болсын. Сол маманың айтқысы келгені, осы сіздерге соны жолдап отырмын. Бүйтіп араларында біреуді сұрап қалу мүмкін, енді көп адам сұрайды. Жалпы енді бізде индустар оқып жатыр Қазақстанда, Алматыда, Ақтөбеде, біраз жерде. Бізден келіп оқып кетіп, қалай олар медицинасы мықты деген сияқты. Ол жақта миллиард адам бар ғой, 2 миллиард адам. Ол жақта онкологиясы өте жақсы. Мен енді басым деймін бұл кісілерге.
сосын айтуы да мүмкін 2 жылдан бері анаң әлі емделмеді ме деген сияқты. Ол енді тез жазылып кететін грипп емес, тұмау емес, метастазлар кетіп жатыр. Врачтардың жіті бақылауында. Ол кісілерге күтім керек. Негізі қатты күтім керек, ештеңе уайымдамау керек. Қазақстанға келетін болса, ол жақ енді білесіз ғой, бытовуха, ананы уайымдайды, құданың баласына інісін уайымдайды, анада бүйтеді, сөйтеді, короче, көп уайым мына жақта. Ол жақта енді өз сияқты адамдар болғасын, шамалы бөліседі, әңгіме айтады, әйтеуір бір неден арылады да, уайымнан. Соны айтқым беріп отыр, достар. Қымызды көріп тұрсыңдар ма? Мына қымызды кешкіден көрсетейінші болады. Аяғымда қалсаңыз концертте. Күн суық үшін. Сол күннің суығына қарамай, осы жерде қымыз сатып жүр, қымыз шұбат. Келген осы заправка келген кісілердің бәрін сатып жүр. Кейде осындай дүниелерге қарайында шүкір деп қоямын да. Әркім әртүрлі жағдайына қарап енді мал табады ғой негізі. Кейде осындайға қарап шүкір деймін ше. Шүкір етіңіздер жағайын, шын айтамын. Біреуге қарап шүкір етеді ғой негізі. Алла тағала бізге осындай жылы көліктің ішінде отыруды нәсіп етіпті да. Бауырымыз даурап күннің суығында қымыз шұбат сатып жүр. Білмейсің ғой, кімнің жағдайы қандай екенін білмейсің. Алла осы бауырымыздың, осы ініміздің ризығын арттырып, жылы киім жүруін нәсіп етсін Алла тағала. Біз үйдеміз, рахаттанып жатырмыз. Кстати, мен әлі шомылмадым ше. Енді басымды жуғым келіп жатыр. Бірақ анау неден қорқып жатырмын ше, ішімнен. Кешірвадан кейін қанша күннен кейін шомылуға болады, вот соны сізден сұрайын деген едім. Пока болады ма, болмайды ма? Әлмерде болсаңыз мен шыдай алмай, роддомнан келіп сразу душқа жүгіргем. Вот.